Ешбіріміз әлдебіреудің ақымызды жеп, ала жібімізді аттаған қаламаймыз. Мейлінше басымыздан сөз асырмауға да тырысамыз. Жаным арымның садағасы демекші, намысымызды көздің қарашығындай қорғаймыз. Сондықтан болар, Джон Уик немесе осы секілді кек жайлы үнді фильмдері ерекше сұранысқа ие. Себебі баршамыз үшін кек және әділдік синоним ұғымдар. Бүгінгі баяндалатын оқиғада кекшілдіктің қатысы бар. Бірақ өте бұрмаланған әрі сорақы түрінде. 7 жыл бойы ауылда бүлдіршіндер жоғала бастайды. Ең кішісі 3 жаста болса, үлкені 9 жаста. Іздеу шараларына полициядан бөлек ауыл тұрғындары да атсалысады. Ешқандай нәтиже жоқ. Тергеу барысына облыстық сақшылар да қосылады. Бірақ баяғы жартас сол жартас. Балалар ізім қайым жоқ. Күдіктілер де табылмады. Нәтижесінде қанішер кездейсоқ ұсталып қалған. Ал қылмыстарының себебі қисынсыз болғаны соншалық, оның ақыл иесінің саулығына күмән туды. Бұл 212-ші қылмыстық іс. Ташкент облысы. Қазіргі құбылмалы заманда жан-жақты болған өте маңызды. Трендтерді жіті бақылап, уақыт талабына сай болуға міндеттіміз. Заманауи технологияларды меңгергеніміз абзал. Әсіресе жасанды интеллект құралдарын. Қылмысыңды мойында. Мойындасам, Абай бол мен туралы деректі фильм шығарады. Аталмыш құралды тіпті қосымша табыс көзіне айналдыруға болады. Отандық хабарландыру алаңдарында жасанды интеллектпен тапсырысқа бір видео жасау 5.000 теңгеден 15.000 теңгеге дейін тұрады екен. Бәсекелестер саны әзірге көп емес. Сондықтан уақыт жоғалтпай көшке ілесіп алған абзал. Егер блогер болсаңыз, осы құралмен видеолар әзірлеп, контент жасауға болады. Яғни мүмкіндіктер сан алуан. Бәрі сіздің қиялыңыз бен пысықтығыңызға байланысты. Видео сабақтар менің жабық телеграм каналымда өтеді. Дәрістер өте жеңіл әрі түсінікті тілде. Видео жасау барысы нөлден бастап тәптіштеп көрсетіледі. Ең бастысы бір ғана емес, бірнеше тегін құралды игеруге болады. Сабақ бағасы небәрі 2500 теңге. Үйренуге ниетті болсаңыздар, төмендегі WhatsApp нөміріне ЖИ деп жазыңыздар. Сабаққа жазылу үшін төмендегі WhatsApp сілтемесіне өт балам. Ташкент қаласынан шамамен 60 шақырымда орналасқан Ханабат ауылы дүрбеленге салынып отыр. Мыңға жетер-жетпес тұрғыны бар ауылдың адамдары көшеде топырлап, әлденені іздеп жүр. Анықталғандай, 7 жастағы бүлдіршін жоғалып кеткен. Аты жөні Атамурзаев Шахбоз. Учаскелік инспектормен ерген жұрт ауылдағы барлық үйлерді, қораларды, тіпті егістіктер мен жайылымдарды шолып шықты. Бірақ бірнеше сағаттық іздеу шаралары ешқандай нәтиже бермейді. Ауыл өте шағын, тұрғындары бірін-бірі жақсы таниды. Бәрі өзара алыс жақын туыстар. Сондықтан қиянат жайлы күдік ешкімнің ойына кіріп шыққан жоқ. Ал жоғалған баланың әкесі Аббос Атамурзаев пен оның жұбайы жан қоярға жер таппай полицияның табалдырығын тоздырумен болды. Ешқандай нәтиже болмаған соң, іздеу шаралары бірінші аудан аумағына, сосын облыс аумағына ойысты. Күшейтілген режимде жұмыс жасап жатқан сақшылар барлық күдікті көліктерді шолады. Бұрын соңды балаларға қатысты қылмыс жасаған адамдарды тексереді. Балалар үйлері, ауруханалар және мәйітханалар қаралды. Ал ауыл тұрғындары арасында әртүрлі қауесеттер тарай бастаған. Сыбыстар бойынша кішкентай Шахбозды көршілес облыста тұратын баласы жоқ жұп ұрлап кеткен. Одан қалса, сығандар да ұрлап кетуі мүмкін. Тіпті балалардың органдарын саудалайтын қылмыстық топ жайлы дақпырт сөздер де шықты. Бірақ бұл қауесеттердің ешбірі расталған жоқ. 7 жастағы Шахбозды жер жұтып қойғандай. Осылайша жарты жылдай уақыт өтті де кетті. Іліп аларлық айғақтар табылмаған соң, ашылмаған істердің қатарын толтырып, мұрағатқа өтті. Жеті жастағы Шахбоздың жоғалып кеткеніне 4 жыл болды. Тірі тіршілігін жасайды демекші, кез келген қасірет уақыт өте ұмыт болады. Ханабат ауылының тұрғындары күнделікті күйбең өмірін кешуде. Алайда беймарал өмірдің кенеттен шырқы бұзылады. Ауылда тағы бір бала жоғалды. Аты жөні Алибоев Еркінбек, 9 жаста. Баланың денсаулығы кемшін болатын, яғни керең әрі мылқау. Іздеу шараларына бүкіл ауылдың тұрғындары жұмылды.
Учаскелік инспектор және аудандық сақшылар үйлердің бәрін аралап шықты. Тұрғындарды жауап қалды. Баланың әкесі Шадиор Алибоев жұмыста болған. Ал анасының айтуынша, баласы көшеде велосипед теуіп жүріпті. Анасының сөзін бірнеше куәгер растады. Бірақ велосипедін алаңсыз айдап жүрген Еркінбек кенеттен ізім қайым болған екен. Дей тұрғанымен, көшеде ойнап жүрген бірнеше бала әлдебір бейтаныс ақ түсті көлікті көргенін айтады. Яғни Еркінбекті ұрлап кеткенге ұқсайды. Бірақ ол мылқау болғандықтан көмек сұрап айқайлай алмаған. Сондықтан оны ұрлап жатқан сәтін ешкім байқамаған болып тұр. Күшейтілген режимде қызметке кіріскен сақшылар аудан аймағындағы барлық ақ түсті көліктерді тексеруге көшті. Бірақ көліктің нақты маркасы белгісіз. Ал ақ түсті көліктердің бәрін тез арада шолу мүмкін емес. Осылайша 4 айдай уақыт өтті. Жоғалған балаға қатысты ешқандай дерек табылмаған соң, бұл іс те мұрағатқа өтіп кетті. Жеті жастағы Шахбоздың жоғалғанына 7 жыл болса, 9 жастағы Еркінбектің хабарсыз кеткеніне 3 жыл болды. Кезінде даурыққан халық тағы да сабасына түсіп, күйбең тіршілігін кешуде. Бірақ кезекті суыт хабар тұрғындарды елең еткізді. Тағы да бала жоғалып отыр. Аты жөні Ойбек Азимбоев, 3 жаста. Мезі болған ауыл тұрғындарының шыдамы шегіне жеткені соншалық ереуілге шыға бастайды. Учаскелік бөлімшені қоршап, ауылдағы балалардың жоғалуына министрліктің тіпті президенттің назар аударуын талап еткен. Халықтың наразылығы билікке жеткен болуы керек. Облыстық сақшылардан бөлек ел астанасынан жедел топ келіп, іздеу шараларына кіріседі. Аудан аумағы толығымен бекітіліп, жолдардың бәріне жасақтар қойылады. Әрбір өткен-кеткен көліктер тінтілді. Өзендер, арықтар, қоралар, ауылдағы әрбір үй, жайылымдар мен егістіктер шолынды. Еңкеген қариядан еңбектеген балаға дейін жауапқа алынды. Бастапқыда күдікке ата-анасы Зуфар және Мұхлиса Азимбоевтар ілігеді. Бірақ оқиға кезінде әкесі жұмыста болса, анасы үйде қонақ күтіп отырған. Яғни баланың жоғалуына екеуінің қатысы жоқ. Мұны куәгерлер растап тұр. Көп ұзамай ауылды торуылдаған сақшылардың бірі тосын дерекке тап болғаны бар. Екі бүлдіршін 3 жастағы Ойбекті көргендерін айтқан. Тіпті нақты қайда екенін білетін болып шықты. Сөйтіп сақшыны әлдебір Сахид Отабоевтың үйіне ертіп әкелген. Табалдырғында тұрған сақшыларды көрген бойда Отабоевтың зәре-құты қашып, бозарып кетеді. Сөйтіп 3 жасар Ойбек жайлы сұрай бастағанда тұла бойы дірілдеп, ағынан жарыла кетіпті. Сондықтан бастапқыда мардымды жауабын алу мүмкін болмаған. Еңкілдеп жылап сабасына түспей қойғандықтан бөлімшеге жеткізуге тура келді. Шамамен 1 сағаттан кейін ол жік-жігімен қылмыстарын мойындай бастайды. Анықталғандай, Шахбоз, Еркінбек және Ойбектің жоғалуына Отабоевтың қатысы бар. Сорақысы, бүлдіршіндерді айуандықпен өлтіріп, мәйіттерін өз үйінің ауласында көміп тастаған. Ал қылмыстарының себебін білгенде, тергеушілердің төбе шашы тік тұрды. Жауап алу барысында Отабоев жасаған қылмыстарын мойындап, бүлдіршіндерді өз үйінің ауласында көміп тастағанын мәлімдейді. Сөйтіп сақшылар ауласында қазба жұмыстарын жасап, 3 жасар Ойбектің мәйітін және 7 жасар Шахбоз бен 9 жасар Еркінбектің сүйектерін тапты. Марқұмдардың бас сүйектері жарылған. Бүлдіршіндер көрші тұратын ауылдастарының ұлдары, ал айуандық қылмыстарының себебі кек. Анықталғандай, көрші тұратын ауылдастары Аббос Атамурзаев, Шадиор Алибоев және Зуфар Азимбоев оны көрген жерінде келеке етіп, мазақтай беретін болған. Яғни қашан үйленесің деп тиісіп, тіпті жыныстық ориентациясына күмән келтіре бастаған. Көшеде кездейсоқ жолығып мұқатса бір сәрі. Отабоев әлгі көршілерімен бір текстиль фабрикасында жұмыс жасайтын. Сондықтан келемеждерін күнделікті естуге мәжбүр. Айтуынша, көршілерінің тоқтаусыз кемсітуі жанына айықпас жара салған. Бірақ сес көрсетуге немесе мазақтауды доғаруды талап етуге дәті бармайды. Осылайша өкпесі мен ызасы жиналып, күннен күнге үдей беріпті. Сөйтіп күндердің бір күні әлгі әзілқой көршілерінен кек алуды шешкен. Себебі олар оның жанын жаралады.
Енді ол олардың жанына жара салуы қажет. Сөйтіп 2010 жылы Аббос Атамурзаевтың ұлын өлтіреді. Ал 2014 жылы Шадиор Алибоевтың баласын мерт қылған. 2017 жылдың басында 29 жасқа толған Захид Отабоев үйленеді. Енді әлгі көршілерінің мазағынан құтыламын деп ойласа керек. Бірақ отау құрғанына 10 айдан асса да жұбайы көтермейді. Бұл жайт әлгі көршілері үшін мазақтауға кезекті себеп берді. Бұрын жай қашан үйленесің деп сұрап ориентациясына күмәнданса, енді жыныстық мүшесінің істемейтінін айтып келемеждей бастайды. Өшпенділігі кернеген Отабоевтың назары Зуфар Алимбоевтың 3 жасар баласына ойысты. Анықталғандай, Отабоев оларды үйіне алдап кіргізіп, кетпенмен ұрып өлтіретін болыпты. Сөйтіп мәйітті қорада жасырып, қараңғы түскенде ауласында көміп жүрген. Нақты қылмыс хронологиясына көшсек. 2013 жылдың 12 маусымында 7 жасар Шағбозды үйіне алдап кіргізіп, кетпенмен ұрып талдырады. Сорақысы, көміп жатқанда бүлдіршін әлі тірі болыпты. Ал бүкіл ауыл дүрбелеңге салынып баланы іздеп жатқанда, Отабоев та іздеу шараларына белсенді қатысады. Тіпті баланың ата-анасын жұбатып жүріпті. Екінші қылмыс 4 жылдан кейін, 2014 жылдың 10 тамызында орын алды. Көшеде велосипед теуіп жүрген 9 жасар Еркінбекті алдап үйіне кіргізген. Сөйтіп кетпенмен ұрып өлтіреді де, мәйітін әдеттегідей ауласында көміп тастайды. Ал қараңғы түскенде баланың велосипедін өзенге лақтырып жіберген. Бұл жолы да ол жоғалған бала үшін сары уайымға салынған адамның рөлін сомдап, іздеу шараларына қатысады. Ал 2017 жылдың қарашасында болған 3-ші қылмысты кездейсоқ жасаған екен. 3 жасар Ойбек ойнап жүріп, оның ауласына кіріп кеткен. Отабоев оны сүйрелеп қорасына кіргізеді де, кетпенмен басын жарып тастайды. Осы кезде кішкентай Ойбектің анасы келіп, баласын көрген-көрмегенін сұраған екен. Отабоев ешкімді көрмегенін айтып, келіншекті шығарып салады. Сөйтіп қорадағы бүлдіршіннің мәйітін ауласына шығарып, көміп тастаған. Айтуынша, 3 жасар баланы көму оңай болыпты. Себебі терең шұңқыр қазу қажет емес. Мойындау жауаптарын алған тергеушілер абдырап отыр. Ақыл есінде кінәрат бар сияқты. Себебі бастапқыда егіліп жылаған Отабоев енді мүлдем сабырлы. Жүзінен өкініш белгілері мүлдем көрінбейді. Сот барысы 1 жылға жуық уақытқа созылды. Себебі Отабоевтың психикалық жағдайына күмән туды. Ол жасаған қылмыстарын толық мойындағанымен еш өкініш білдірмеген. Тіпті өзіндік бір әділдік орнатқанын мәлімдейді. Алайда сараптама оның толығымен сау екенін растады. Сот шешімімен 30 жасқа толған Захид Отабоев өмір бойына бас бостандығынан айырылды. Деректі фильм соңында ел аузында жүрген осы ғибратты сөздерді оқып бергім келіп тұр. Белсіздің алдында балаларың туралы айтпа. Кедейдің алдында байлығың туралы айтпа. Жетімнің алдында атанаң туралы айтпа. Науқастың алдында деніңнің саулығы туралы айтпа. Ойын күлкі витамин демекші, әзіл деген әрине жақсы. Бірақ әр әзілдің зілі бар. Біреуге жеңіл, біреуге ауыр. Абай болайық.